Қайырлы құрметті әріптестер, бүгін кезекті жаңағы өз тәжірибесін тарату бойынша жұмысымызды бастаймыз. Алдыларыңызда бастауыш сынып мұғалімі Ақтоғай ауданы Жабас Кеңесбаев атындағы мектептің бастауыш сынып мұғалімі Шарзатлы Индира Төлеутаевна цифрлық білім беру құралдары арқылы бастауыш сынып оқушылардың есептеу машығын дамыту жұмысын тарататын болады. Сөз сізде. Сәлеметсіздер ма, құрметті әріптестер? Мен Ақтоғай ауданы Жабас Кеңесбаев атындағы жалпы білім беретін мектептің бастауыш сынып мұғалімі Шарзатлы Индира Төлеутаевна. Мен жалпы сабақты дәстүрлі емес форматта өткізгенді ұнатамын. Себебі қазіргі оқушыларды тек кітаппен немесе қарапайым тапсырмалармен қызықтыру кейде қиын болатынын бәріміз білеміз. Сондықтан өз тәжірибемде сабақ барысында түрлі цифрлық платформаларды, интерактивті тапсырмаларды, жаңағындай жасанды интеллектіні және ойын элементтерін қолдануға тырысамын. Осы тәжірибем негізінде мен цифрлық білім беру құралдары арқылы есептеу машығын дамыту атты әдістемелік құралды әзірледім. Бүгін мен сіздерге осы әдістемелік құралдың мазмұны, құрылымы және тәжірибеде қолдану нәтижелері туралы таныстырып өткім келеді. Қазіргі оқушылардың қызығушылығы мен қабылдау ерекшелігі өзгеріп келеді. Қазіргі оқушыларды үйрету үшін біз олардың әлеміне, яғни цифрлық әлемге қадам жасауымыз керекпіз. Мынау өздеріңіз экранда көріп отырғандарыңыздай менің әдістемелік құралым. Бұл құралды Қарағанды облысында білім беруді дамытудың оқу әдістемелік орталығының қарауынан өтіп, облыстық кеңестің отырысының шешімімен бекітілді. Құрал бастауыш сынып мұғалімдеріне әдістемелік көмек ретінде ұсынылған. Сондықтан бұл жұмыс тек жеке тәжірибе ғана емес, білім беру ұйымдарында қолдануға ұсынылған әдістемелік материал болып табылады. Енді әріптестер, қазір мына жерде сіздермен кішігірім сіздердің белсенділіктеріңізді көру мақсатында кішігірім мини тест жасағым келіп тұр. Өздеріңіз осы жерден көздеріңізге түсіп тұрған бір жаңа платформаны таңдасаңыздар. Кез келген платформаны. Таңдадыңыздар ғой, иә? Әріптестер, таңдадыңыздар ма? Иә, таңдадық, айтуымыз керек па сізге? Жоқ, айтпай қойыңыздар. Келесі слайдта мен оның жауабын көрсетемін. Міне, мысалға, егер де білімленд таңдасаңыздар, сіз сабақта мазмұнды цифрлық материалдар тиімді қолданатын мұғалімсіз. Мектеп болса, сіз оқушылардың білім деңгейіне сәйкес сараланған тапсырмаларды қолдану жақсы меңгергенсіз. Квиз таңдасаңыздар, сіз оқушылардың қызығушылығын арттыру үшін жарыс элементтерін қолданатын мұғалімсіз. Wordfall болса, сіз сабақты ойын арқылы қызықты өткізетін шығармашыл мұғалімсіз. Learning App болса, сіз интерактивті тапсырмалар арқылы оқушылардың логикалық ойлауын дамытатын мұғалімсіз. Егер де Майгра болса, сіз цифрлық ойын элементтерін арқылы оқушылардың белсенділігін арттыратын жаңашыл мұғалімсіз. Өздеріңіздің таптыңыздар деп ойлаймын. Енді жалпы әріптестер, менің әдістемелік құралымның мазмұнына тоқталсам, бұл жерде міне түсінік хат, негізгі бөлім, практикалық бөлім, әдістемелік бөлім және қорытынды. Алдымен түсінік хат бөлімде әдістемелік құралдың өзектілігі, мақсаты мен міндеттері, күтілетін нәтижелері және жаңашылдығы сипатталған. Келесі негізгі бөлімде бастауыш сынып оқушылардың есептеу машығын қалыптастырудың теориялық негіздері қарастырылып, цифрлық білім беру құралдарының математика пәніндегі рөлі талданды. Әдістемелік құралдың ең маңызды бөлігі бұл практикалық бөлім. Бұл бөлімде цифрлық платформаларды қолдану тәжірибесі, атап айтқанда онлайн жаттығу платформалары, интерактив тақтамен жұмыс, білімленд және мектеп ресурстары арқылы дифференциация жасау, сондай-ақ есептеу дағдыларын дамытудағы цифрлық ойындардың рөлі көрсетілген. Келесі әдістемелік бөлімде цифрлық құралдарды сабақ құрылымына енгізу жолдары, есептеу машығын жетілдіруге арналған авторлық әдіс және бағалау мен кері байланыс түрлері ұсынылған. Енді соңғы бөлімде бұл қорытынды бөлім, бұл жерде пайдаланған әдебиеттер және қосымша материалдар берілген. Әдістемелік құралдың негізгі құндылығы оның практикалық бағытта болуында. Келесі
Бұл жерде әдістемелік құрал негізгі мақсаты цифрлық білім беру құралдарын тиімді пайдалану арқылы бастауыш сынып оқушыларын математикалық есептеу дағдыларын дамыту. Яғни математика сабағында заманауи цифрлық технологияларды қолдану арқылы оқушылардың есептеу жылдамдығын, логикалық ойлау қабілетін және пәнге деген қызығушылығын арттыру. Енді осы мақсатқа жету үшін бірнеше міндеттер анықталды. Біріншіден, бастауыш сынып оқушыларын және жас психологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, цифрлық білім беру құралдарын қолданудың педагогикалық негіздері қарастырылды. Екіншіден, математика пәнін оқыту процесінде цифрлық технологияларды қолдану мүмкіндіктері талданып, олардың оқушылардың оқу жетістіктеріне әсері зерттелді. Сонымен қатар дәстүрлі оқыту әдістері мен заманауи цифрлық құралдарды ұштастыру арқылы есептеу машығын дамыту жолдары ұсынылды. Әдістемелік құралда Білімленд, Kahoot, Learning App, WordWall сияқты платформалар негізінде оқушылардың есеп шығару дағдыларын жетілдіруге арналған интерактивті тапсырмалар берілген. Сонымен бірге әр оқушының оқу деңгейіне сәйкес сараланған тапсырмалар ұйымдастыру, цифрлық құралдар арқылы бағалау және кері байланыс беру жолдары көрсетілген. Жалпы алғанда бұл әдістемелік құрал мұғалімдерге цифрлық технологияларды тиімді қолдануға және оқушылардың есептеу машығын дамытуға бағытталған. Келесі жаңағы әдістемелік құралының мазмұны бойынша менде бұл жерде өзектілігі және жаңашылдығы. Бұл жұмыстың өзектілігі қазіргі білім беру жүйесінде цифрлық технологиялар қолдану маңыздылығымен байланысты. Қазіргі оқушылар цифрлық ортада өсіп келе жатқандықтан, сабақта заманауи құралдарды пайдалану олардың оқу процесіне қызығушылығын арттырады. Әсіресе бастауыш сыныпта математикалық есептеу машығын қалыптастыру өте маңызды. Себебі бұл оқушылардың логикалық ойлау қабілетін қалайды. Жаңашылдығын айтатын болса, дәстүрлі оқыту әдістерін цифрлық технологиялармен ұштастыруында. Бұл құралда Білімленд, Kahoot, Learning App, WordWall сияқты цифрлық платформалар негізінде интерактивті тапсырмалар мен ойын түріндегі жаттығулар жүйесі ұсынылған. Сонымен қатар әр оқушының жеке оқу қарқыны мен деңгейіне сәйкес сараланған тапсырмалар ұйымдастыруға мүмкіндік беретін әдістер көрсетілген. Осының нәтижесінде сабақ қызықты, интерактивті және тиімді түрде ұйымдастырылады. Келесі бұл теориялық бөліміне тоқталатын болсақ, бұл бөлімде бастауыш сынып оқушыларын есептеу машығын қалыптастырудың ғылыми педагогикалық негіздері қарастырылған. Сонымен қатар бастауыш сынып оқушыларын жас ерекшеліктері мен психологиялық даму деңгейі ескеріліп, есептеу дағдыларын дамытудағы тиімді әдістер талданады. Теориялық бөлімде цифрлық білім беру құралдарының математика пәніндегі рөлі де қарастырылған. Яғни интерактивті тапсырмалар, онлайн платформалар мен цифрлық ойындардың оқушылардың қызығушылығын артудағы маңызы көрсетілген. Ал енді осы теориялық негіздерін сабақ барысында қалай жүзеге асқанын практикалық бөлімде көрсетіп өтетін боламын. Яғни практикалық бөлімде Бұл бөлімде мен математика сабақтарында цифрлық білім беру құралдарын қолдану нақты тәжірибесін ұсындым. Сабақ барысында жоғарыда айтылып кеткен платформалар арқылы интерактивті тапсырмалар ұйымдастырылып, оқушылардың есептеу дағдылары дамытылды. Сонымен қатар интерактивті тақта арқылы есеп шығару жұмыстары жүргізіліп, Білімленд және iMектеп платформалар арқылы сараланған тапсырмалар берілді. Цифрлық ойындарды қолдану сабақтың қызықты әрі тиімді өтуіне ықпал етеді. Өзіміз білеміз ғой, қазіргі балалар дәстүрлі сабаққа қызықпайды, тақтаға шығып, жаңағындай осы платформалар арқылы жарыстырып, тіпті сол тақтаны басқан өзінде оқушылар өте қызығады. Сонда бала қызықса, әрине біздің сабағымыздың нәтижесі де жақсы болмақ. Енді келесі міне сабақ барысында қолданған цифрлық платформалар жаңағыдай мен айтып кеткендей, Білімленд, iMектеп, TopIQ-ды біз қазір қолданамыз. Енді бұл цифрлық құралды енді бірнеше жыл бұрын бастадық қой, жазып, зерттеп дегендей. Қазіргі таңда енді бұл платформалардың біразын білесіздер, бірақ та біз күнделікті жаңағы дайын тапсырмалар арқылы орындаймыз, бірақ көптеген мүмкіндіктер өте көп. Мысалы, Learning App пен OMygram қасын сіздерге көрсетіп кететін боламын. Мысалға,
квиз тапсырмасында оқушылар жылдам есептеу дағдыларын дамытуға арналған тесттер көп. WordWall-да есептерді ойын форматында шешеміз. Learning App ол жерде есеп пен жауапты сәйкестендіру. Білімленд тақырыптар бекітуге арналған интерактив жаттығулар, дайын видеолар бар, иә. Умайгра арқылы оқушылардың қызығушылығын арттыруға арналған цифрлық ойындар. Математика сабақтарында цифрлық платформалар арқылы түрлі интерактивті тапсырмалар қолданылады. Есеп пен жауапты сәйкестендіру тапсырмалары, ойын түріндегі математикалық жаттығулар, жылдам есептеу тапсырмалары, тест және викторина форматындағы тапсырмалар. Бұл тапсырмалар оқушылардың есептеу машығын дамытуға, логикалық ойлау қабілетін арттыруға, сабаққа белсенді қатысуына мүмкіндік береді. Так, қазір мысалға осындай ойындарды алатын болсақ, оқушылар жаңағындай мынаны айналдырады да. Тоқтаған есепті шығарады. Оқушыларға карточкамен беріп, немесе кітаптан көшіргеннен гөрі жаңағындай осындай тапсырмаларды мен тапсырманы берсек, платформаның оқушыларға өте қызықты болады. Келесі міне мына жерде математикаға міне байланысты тіпті дайын есептер бар. Бұл Умайгра платформасы. Бұл жерде барлық, мысалы өзім мен құрастыра алмаймын десеңіздер де, осы платформаға кіріп, сіздер өз сыныптарыңызға сәйкес тапсырмаларды таба аласыздар. Мысалға, мына математика сандарды дөңгелектеу тақырыбында алатын болсақ, бұл жерде WordWall-дағындай емес, жаңағы қызықты да тапсырмалары. Футбол ретінде ойнауға болады. Мынандай поезд ретінде мысалға. Сіздерге дыбыс шығып тұрған жоқ қой деймін, мысалға бүйтіп қате болса, қате болып шығады дегендей. Осындай. Енді келесі. Енді мынау менің әдістемелік құралдың апробациясы жайында айтатын болсам, негізгі бөлімі бұл апробация. Бұл әдістемелік құрал 2024-2025 оқу жылында тәжірибеден өткізілді. Апробация міне Қарағанды облысы Ақтау ауданында міне біздің мектепте өткізілді. 4 сынып оқушылармен жүргізілді. Тәжірибе барысында әдістемелік құралдағы тапсырмалар сабақ процесінде қолданып, оқушылардың оқу әрекеті бақылауға алынды. Жұмыс барысында жеке, жұптық және топтық жұмыстар, цифрлық платформалармен жұмыс, интерактивті тапсырмалау, бағалау және кері байланыс түрлері қолданылды. Апробация 3 кезең бойынша ұйымдастырылды. Яғни дайындық, бірінші міне мына жерде дайындық кезеңі бірінші болды бізде. Яғни апробацияны өткізетін кезде дайындық кезең, яғни бағдарлама мазмұнын модельдеу, мақсат міндеттерін нақтылау, қатысушыларды таңдау, бағалау критерияларын белгілеу, әдістемелік кеңеске бағдарламаны таныстыру. Апробацияның екінші кезеңі ол практикалық кезең, әдістемелік құралдағы материалдар мен тапсырмаларды нақты жағдайда қолдану, оқушылардың іс-әрекеттерін бақылау, олардың қабілеттері мен дағдыларын жақсартуға арналған нәтижелерді жинақтау. Үшінші кезең талдау және қорытындылау. Нәтижелерді сараптау, әдістемелік құралдың тиісті тұстарын және жетілдіруді қажет ететін бағыттарын анықтау, ұсыныстар әзірлеу. Міне, енді осы апробацияның нәтижесінде оқушылардың оқу танымдық белсенділігі артты. Яғни әдістемелік құралдағы цифрлық тапсырмалар мен ойын элементтері оқушылардың математика сабағына қызығушылығын арттырды. Оқушылар есептерді орындауға белсенді қатысып, тапсырмаларды орындауға ынта танытты. Есептеу және талдау дағдыларының жақсаруы, яғни қосу және азайту, көбейту, бөлу амалдары бойынша есептерді орындау сапасы артты. Мәтіндік есептерді шартын талдау, негізгі мәліметті бөліп алу, шешу жолын таңдау дағдылары айқын дамыды. Келесі, логикалық және сыни ойлауы дамыды.
оқушылар бір есепті бірнеше тәсілмен шешуге тиімді жолын таңдауға және өз шешімін дәлелдеуге үйренді. Цифрлық ойындар мен интерактивті тапсырмалар логикалық ойлауды және жылдам шешім қабылдау қабілетін қалыптастырды. Математика сауаттылығы артты. Оқушылар кесте, диаграмма, сандық мәліметтер мен жұмыс істеуді меңгерді. Өмірлік жағдаяттарды математикалық есепке айналдырып шығару сапасы артты. Дербестік пен жауапкершілік қалыптасты. Яғни оқушылар тапсырмаларды өз бетінше орындап, нәтижесін бағалау, қателікті түзету дағдыларын меңгерді. Жеке және топтық барысында жауапкершілік пен ынтымақтастық деңгейі жоғарылады. Енді мына жерде диаграммада бар, кесте де бар, осы бойынша пайызын артқанын біз көріп отырмыз. Міне бұл апробация. Осы міне, яғни цифрлық құралдарды сабақ құрылымына енгізу кезінде мен келесі қағидаларды ұстанамын. Мақсаттылық: құрал тек көрнекілік үшін емес, нақты оқу мақсатына қызмет етуі қажет. Ынталандыру: қолданылған технология оқушының қызығушылығын арттырады. Қолжетімділік: тапсырма оқушының жас ерекшелігіне сай болуы керек. Белсенділік: оқушы тек бақылаушы емес, белсенді әрекет етуші тұлға болуы тиіс. Осындай тәсілмен құрылған сабақтар оқушылар есептеу машығын дамытуға, өз ойын дәлелдеп айтуға, қателіктерін қорықпай ізденуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар бұл әдістер оқушылардың цифрлық ортада еркін жұмыс істеу қабілетін қалыптастырады. Цифрлық білім беру құралдарын қолдану барысында келесі нәтижелер байқалды. Оқушылардың есептеу машығын жақсарды, есеп шығару жылдамдығы артты, сабаққа деген қызығушылықтар жоғарылады, оқушылардың логикалық ойлау қабілеті дамыды, цифрлық тапсырмалар арқылы сараланған оқыту жүзеге асты. Оқушылардың өз бетінше жұмыс жасау дағдылары қалыптасты. Енді осы жаңа платформалар, түрі цифрлық ойындарды сабақта қолданудың нәтижесі деп, оның да нәтижесі бар, әдістемелік құралын қолдану барысында оқушылардың математика пәнінің оқу жетістіктері байқалды. Математика бойынша олимпиадалар мен байқауларға қатысты, пәндік білім деңгейін артты, логикалық және есептеу дағдыларын дамыды, оқу танымдық белсенділігі жоғарылады, математика сабағына қызығушылығы артты. Енді мына жерде оқушылардың жаңағы жетістіктері негізі бұл бір 50%-ның жартысы ғана. Енді көп қылып слайдқа қоймай қояйын дедім. Алтын сақадан облыстық деңгейге қатысып орын алған оқушыларым бар. Қайырбаев олимпиадасынан бірінші, екінші орын алған оқушыларым бар. Енді мен сіздерге жаңағындай өзімнің авторлық бағдарламам әдістемелік құралының практикалық бөлімі көрініп тұр ма сіздерге? Иә, көрініп тұр. Иә, көрініп тұр. Көрсетем, мынау практикалық бөлімі. Бұл жерде практикалық бөлімде әрбір жаңағы платформалардағы тапсырмалар берілген. Бұларды сіздер қалай интерактивті түрде пайдалансаңыздар да, тіпті осындай форматта алсаңыздар болады. Learning Hub'пен мысалы жұмыс жасау несі берілген нұсқаулығы мына жерде. Сілтемемен кіресіздер, немесе QR кодпен кіріп, жаңағы қалай жұмыс жасау керектігі барлығы берілген. Мына жерде тапсырмалардың атауы берілген. Келесі міне WordWall-дағы практикалық жұмыстар. Бұл жерде QR кодпен кіре аласыздар, дайын тапсырмалар бар. Мына жерде Kahoot тапсырмалары бар, міне жазбаша берілген. Сосын мына жерде сілтемесі тұр. Сілтемесімен кіріп көре аласыздар. Келесі білім ленттағы тапсырмалар. Өте мен оқушыларыма Omygра өте ұнайды. Өйткені кәдімгі бастауыштарға арналған, ол жерде футбол ойыны ретінде есепті шығаруға болады, бір-бірін қуу ретінде, жаңағы вагондарды табу ретінде өте көп сондай қызықты ойындар бар. Осы жерде де міне сілтемемен кіріп, сіздер сканерлеп кіріп, дайын тапсырмаларды аласыздар. Және де бұл платформада қалай жұмыс жасай алатындықтарыңыз берілген. Мысалы, бірінші станциялар әдісі, міне 4 станциядан тұрады деп тұрмын. Цифрлық жарыс, қателер банкі, жұптық турнир. Міне жаңа практикалық бөлімде. Сосын мынау жаңағы бағдарламамның ең соңында қосымшасында да тапсырмалы, дайын мұғалімге тапсырмалар берілген.
мына жерден пайдаланған әдебиеттер сіздерге қажет болса міне пайдаланған әдебиеттер педагогтар үшін және білім алушылар үшін деп жасалады. Міне қысқа мерзімді жоспарлар берілген, сабақта өткізу оңай болу үшін сіздерге егер де әдістемелік құралын пайдаланатын болсаңыздар, WordWall-ға міне сілтеме бар, QR код бар, Learning Apps-тағы сандар дуэлі ойыны бар, Kahoot-та ойын бар, Білімлендтегі 4 сыныпқа арналған ойындар бар. Енді бұны 4 сыныптарға ғана емес, әрине біз барлық бастауыш сыныптарына қолдана аламыз. Міне өздеріңіз көріп отырғаныңыздай, міне осындай қосымшалар бар. Барлығында QR кодпен сілтеме берілген. 4 сыныпқа кішкене күрделірек. Қазір мысалы 1 сыныпта да мен осыларды қолданамын. Жалпы әдістемелік құралды қолдану барысында оқушылардың математика пәніне деген қызығушылықтары артқаны байқалды. Сонымен қатар олардың есептеу дағдылары мен логикалық ойлау қабілеттері дамып, пән бойынша білім деңгейі жоғарылады. Цифрлық әдістемелік құралда ұсынылған цифрлық платформалар мен интерактивті тапсырмалар оқушылардың есептеу машығын жетілдіруге, логикалық ойлау қабілетін дамытуға және сабаққа деген қызығушылығын артуға мүмкіндік береді. Апробация нәтижелері әдістемелік құралдың тиімділігін көрсетіп, оның оқу процесіне қолдануға практикалық маңызы бар екенін дәлелдеді. Бұл әдістемелік құрал бастауыш сынып мұғалімдеріне математика сабағын заманауи талаптарға сай ұйымдастыруға әдістемелік көмек ретінде ұсынылады. Құрметті әріптестер, енді мен осы өзім тәжірибемде қолданып жүрген цифрлық білім беру құралдары арқылы бастауыш сынып оқушыларының есептеу дағдыларын дамыту жолдары туралы сіздерге айтып өттім. Қазіргі білім беру жүйесінде цифрлық технологияларды тиімді пайдалану оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын арттырып, олардың білімді белсенді меңгеруіне мүмкіндік береді. Сондықтан мұғалім ретінде біз де сабақта заманауи құралдарды орынды қолдану арқылы оқу процесін қызықты әрі тиімді ұйымдастыра аламыз деп ойлаймын. Ұсынылған әдістемелік құрал бастауыш сынып мұғалімдеріне математика сабағын ұйымдастыруда әдістемелік көмек болады деген сенімдемін. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Саламатсыз Жалпы қайырлы күн. Сұрақ қояйын деймін. Қоя беріңіз. Жоқ, сонда әдістемелік ұсынымда қымжы болу керек па деп сұрақ. Сонда қымжы болу керек па? Авторлық бағдарламада қымжы бәрі қаралады, иә? Сонда әдістемелік ұсынымда да қымжы болу керек па? Әдістемелік құрал менікі, ұсыным емес. Әдістемелік құрал бұл жерде қымжы, құрал менікі. Болу керек, иә, сонда? Бірақ авторлықтағындай көп емес, бірақ болу керек. Үлгі ретінде ма? Үлгі ретінде. Рахмет. Жантабемна барсыз ба? Жалпы тағы да сұрақтарыңыз болса, айтарларыңыз болса, запись үшін керек. Білмейтінде платформалар бар екен, скрин жасап алдық. Рахмет. Қайырлы күн, еңбегіңізге шығармашылық табыс тілейміз, өте жақсы. Көптеген өзімізде қолданып жүрген платформалар бар, одан да қызықты платформаларды ұсындыңыз, және қосымшада барлық сілтемесі дайын тұр дедіңіз ғой, соған қызығып отырмыз, алып қолданамыз деп ойлаймыз болашақта. Рахмет. Иә, ол бізге қашан, негізі бізге таратыла ма сіздің жасағаныңыз? Беріледі ғой. Рахмет. Мұғалім, қайырлы күн. Саламатсыз ба? Біз тыңдап, өзімізге тиістілерді алдық, көріп жатырмыз. Қызығатын жерлеріміз де бар екен, бір-бірімізге айтып жатырмыз. Шығармашылық табыс тілейміз деп. Рахмет, сізге рахмет. Индира мұғалім, бүгінгі бір сабағыңыз мардымда өте бір ұнамды сабақ болды. Қызығыпта отырмыз. Шығармашылық табыс тілейміз. Өте өзіңізді ұстауыңызда, жаңағы сабақ барысында айтып өткен тапсырмаларыңызда бәрі де қызықты. Керектілерін скрин жасап алдық, әлде болса тәжірибе алмасамыз деген ойдамыз. Көп рахмет, еңбегіңіздің жемісін көріңіз. Рахмет. Сәттілік сізге. Индира мұғалім былтыр педидеяда облыс бойынша бірінші орын алып облысқа барып келген.
бұл кісі осы цифрлық жағынан өте жақсы жұмыс істейді. Ауылда болса да, мен қызығып отырамын бұл кісінің жұмысына, еңбегіне. Ауылда болса да әрқашанда алдыда жүреді, көп қаладағы мұғалімдерден алдыда жүреді деп айта аламын. Сізге сәттілік. Рахмет. Иә, сіздің жұмысыңызды сұраймыз, бөлісеміз. Рахмет, Ләйлә Төлеповна. Мгм. Рахмет, әріптестер, сіздерге пайдалы болдым деп ойлаймын. Иә, енді бұл кейбіреуіңіз ойлап жатқан шығарсыздар, енді Wordwall жаңағы платформаны білеміз деп, енді бұл тек қана биыл жаңағындай шығара салған құрал емес қой, иә, алдын ала біз бұны жаздық, зерттедік. Енді қазір жасанды интеллектіні қосып жатырмыз. Сосын қазір трендтегі көптеген ойындар бар, соларды қосып жатырмыз. Егер де нақты мен көмегім керек болса, қазіргі трендтегі вайп кодинг деген бар ғой, білесіздер, иә. Дайын ойындар шығара салады, код жібересіз, ойын жазады. Соны да сол жағынан да көмектесе аламын сіздерге. Мен чатқа номерімді жазып жіберемін өзімнің. Иә, әріптестер, Индира мұғалімнен алатындарымыз көп. Негізі бұл кісі өте көп ізденеді, жасанды интеллектпен бәрімен жақсы жұмыс істейді. Хабарласып отыруларыңызға болады. Рахмет. Мен еще трансляция немді запись сөндірейін.